Bir ел, bir тағдыр атты күн тәртібімен Қазақстан Халқы Ассамблеясының 20-шы сессиясы шақырылады. 1995 жылы елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен құрылған, өз тарихымен бірлігі жарасқан халық қана жасампаз жетістіктерге қол жеткізе алатынын дәлелдеген Қазақстан Халқы Ассамблеясы бүгінде халықтық өкілдігінің жаңарған институты ретінде өзінің кәмелет кезеңіне қадам басты. Біз оны халықтық ассамблея деп атаймыз. 24 сәуір Астана қаласы, бейбітшілік және келісім сарайы. Қазақстан Халқы Ассамблеясының 20-шы сессиясы. Астана Еуразия медиа форумы шығыс пен батыс журналистері, саясаткерлер мен қоғам қайраткерлері арасындағы салиқалы сұхбат, сан алуан пікір, көзқарас текетіресі, жаңа мүмкіндік пен мәмілеге жүгіну, әлемдегі көкейтесті оқиғаларға сарап пен болжам. Еуразия медиа форумы 25-26 сәуір Астана. Саламатсызбы. Мен жаңа дәрігерде болып едім, ертеңге анализдарға жолдамасы жазып береді, соған келдім. Соңғы рет өкпеңізді қашан тексеріп едіңіз? Февральға қашан түстіңіз? Биылғы жылдың февраль айында. Карточкаңыз, анализ тапсырыңыз, сау болыңыз. Мен 2005 жылы Семей мемлекеттік Дүйсенбі Қалматаев атындағы Семей медицина колледжіне түскем. Онда 4 жыл білім алдым. Содан соң фельдшер атты дипломның иегері болдым. 2011 жылы Астанаға жұмыс барысымен келдім. Қазіргі уақытта 7-ші қалалық емханада аймақтық медбике ретінде жұмыс істеймін. Өз мамандығын таңдағанда мен ақ халатты абзал жандарға өте тамсана қарайтын кішкентай кезімнен. Сол себепті де кішкентайымнан арманым болатын. Дәрігер болу, немесе медбике болу. Мен үшін адамдардың денсаулығы, оларға көмек көрсету өте бір маңызды бір шаруа болып табылады. Сол себепті де медицина қызметкері болғандықтан мен адамдарды емдегенді, оларға көмектескенді өте ұнатамын. Жұмысым өзіме өте ұнайды, ұжымым өте жақсы. Мен бұл ұжымға өте терең сіңісіп кеттім деп айтуға болады. Бәрімен жақсы қарым-қатынастамын. Мен адамдарға көмек көрсетем деген арманым орындалғанына өте қуаныштымын. Қазақ тілін білуім күнделікті өмірде өте қажет деп ойлаймын. Өйткені Қазақстан Республикасына интернационалды мемлекет болып табылады. Сол себепті адамдармен қарым-қатынаста қазақ тілі мен үшін өте пайдалы. Қазақ тілі әдебиетінің ішінде сүйіп оқитын ақынның шығармашылығы бұл Шәкәрім Құдайбердіұлы. Мақтан үшін мал жима, жан үшін жи. Қазаққа көз сүзбестің қам үшін жи. Арын сатпа, терін сат, адалды ізде. Ғибадат пен адалдық ар үшін жи. Менің ойымша, қазақ халқы әдет-ғұрыпқа, салт-дәстүрге өте бай халық. Маған да өте көптеген салт-дәстүрлер ұнайды. Мысалы, бесікке салу, бет ашар. Өзім кейін тұрмысқа шыққанда, осы өзім сүйген салт-дәстүрлердің бәрін орындалғанын қалаймын. Саламатсыз ба? Мына жердегі сандықшаны көрсетесіз? Бұл таза теріден жасалған ба? Иә. Бұл кигізде әдемі екен. Осыны аламын. Қазақ тілін мен ата-анам мені 1-ші сыныптан бастап қазақ мектебіне берді. Қазақ мектебінде білім алдым. Содан соң Семей мемлекеттік медицина колледжінде қазақ группасында білім алдым. Менің ойымша, әрбір Қазақстан Республикасының азаматы өзінің мемлекеттік тілін білуі керек. Және де басқа ұлт өкілдері бұдан ерекше емес деп ойлаймын. Бәрі Қазақстан Республикасының азаматы болғандықтан қазақ тілін білу керек. Көп тіл білсең көкжиегің кеңейер, құрметтейді кісі екен деп төрге алар. Қай елде жүрсең де ең бастысы мемлекеттік тілді білген жөн болар. Менің ойымша, баланы қазақ тіліне тәрбиелеу
ол отбасынан басталады. Ең алдымен ата-ананың балаға деген қарым-қатынасы, яғни баламен үйде сөйлесуінен басталады. Сонымен қатар балаларды қазақ балабақшасына, содан соң қазақ мектебіне беру керек деп ойлаймын. Оксана біздің емханада істегеніне 2 жылдай болды. Осы 2 жылдың ішінде өзін өте білікті, білімді, өте жауапты маман ретінде көрсете білді. Біздің ұжымда әрі науқастардың арасында өте беделді. Мен ойлаймын, оның сыры қазақ тілінде еркін сөйлеуінде. Алдына келген науқастарды өте жылы қабылдап, өзіне баурап алады. Сонымен қатар біздің құжаттарды Оксана мемлекеттік тілде өте жақсы толтырады. Қазіргі уақытта осы біздің Оксана сияқты білімді, қазақша тілді жақсы меңгеретін, осындай жауапты жас мамандар өте керек. Жұмыс барысында қазақ тілі мен үшін өте маңызды. Мен оны кеңінен қолданам. Іс қағаздар қазіргі кезде Қазақстан Республикасының заңына сәйкес іс қағаздары қазақ тілінде, мемлекеттік тілде жүргізіледі. Мен бұл дұрыс деп есептеймін, соны ұстанамын. Мен үшін бақыт, ең бастысы бұл еліміздің тыныштығы, ата-анамның саулығы және де өзім жақсы көрген туыстарым амандығы деп ойлаймын. Менің арманым әрбір қыз баланың арманы ретінде ең алдымен тұрмыс құру, ана болу және де жақсы ана болу деп ойлаймын. Өз балаларыма өнегелі тәрбие бергім келеді. Оксана достары өздерінің құрбылары десе, алдына жан салмайтын жанның бірі болып табылады. Өзін ойламаса да, ең бірінші қатарда өзінің достарына деген ықыласы өте жоғары. Ең алғашында Оксана екеуміз танысқан кезде, Оксананың көздеріне қарап тұрып, мен орысша, тек қана орысша ғана сөйлейтін шығар деп ойлағанмын. Бірақ ойым қате болып шықты. Амандасып, қазақша сөйлей бастаған кезде мен аң-таң болып, үнсіз тұрып қалдым 1-2 минуттай. Қарап қалдым түріне, қалайша басқа ұлт өкілі менен де қазақша жақсы сөйлей алады ма деген пікірмен өзім 2-3 минуттай ойланып тұрып қалдым, таңғалып. Мен бос уақытымда көбінесе серуендеп, таза ауада демалғанды ұнатамын. Сонымен қатар суды өте жақсы көремін. Өйткені су ол тіршіліктің негізі. Дене шынықтыруды, соның ішінде әсіресе фитнесті жақсы көремін. Өйткені фитнес тек қана денсаулыққа ғана емес, адамның көңіл күйіне, жалпы жағдайының жақсаруына көмектеседі. Қазақта бір сөз бар емес пе, дені саудың жаны сау. Сол қағиданы өмір бойы ұстанамын. Мен негізінде егеменді, тәуелсіз Қазақстан Республикасында дүниеге келгеніме және де қазір тұрып жатқаныма өте қуаныштымын. Өйткені Қазақстан Республикасының дамып келе жатқан ең бір жас мемлекеттердің бірі болып табылады. Қазақстан Республикасы жас және де дамып келе жатқан мемлекет болғандықтан, ол әлеуметтік жағынан, саяси жағынан және мәдениет жағынан өте жақсы дамыған мемлекет деп есептеймін. Мен үшін бірнеше ұлтты біріктірген Қазақстан Республикасында тұру үлкен абырой.